болатбекқызы, Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Көкөдай орта мектебінің 7-ші сынып оқушысымын. Шалқар ауылының тұрғынымын. Өтсін мейлі талай жылдар ғасырлар, туа бермес абай сынды асылдар. Еске алатын жас ұрпағың барыңда, қорықпа ата, сан мың жылдық жасың бар. Абай атам бір аунап жатыр бүгін, дәріптеп ақ жатырмыз ақын жырын. 150 өлең жаттап келіп тұрмын, еңбегі еренерді ақылдының. Ішінен бір өлеңін мәнерлейін, қошеметін арқалап халқымның мың. Өнеріме әділдік танытыңыз, айғанымның бағалап батылдығын. Абай Құнанбайұлы, өлсем орным қара жер сіз болмай ма? Өлсем орным қара жер сіз болмай ма? Өткір тіл, бүре алшақ қыз болмай ма? Махаббат ғадауатпен майдандасқан, қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан, жерін тауып артқыға сөз болмай ма? Сонда жауап бере алман мен бейшара, сіздерге еркін тер байқап қара. Екі күймек бір жанға әділет пе, қаны қара бір жанымын жаны жара. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын оны дойла. Соқтық балы соқпақсыз жерде өстім, мұңмен жалғыз алыстым күнә қойма. Жасымда албырт өстім ойдан шырақ, айлаға ашуға да жақтым шырақ. Ерт ояндым, ойландым, жете алмадым, етек басты көп көрдім елден бірақ. Ой кірге тимеді ер көзіме, сандалмамен күн кешкен түс безіме. Өзі ерме, ерік берме, жұрт көретті, сене сіркеп тыныш жақтатпақ сөзіме. Ішім толған, о мені сұртымдырдей, мен келмеске кетермін түгендірмей. Өлең шіркін өзекші жұртқа жаяр, сырымды тоқтатайын айта бермей. Абай Құнанбайұлы, 29-шы қара сөз. Біздің қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтұғыны да бар. Әуелі жарлы болсаң арлы болма дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүргені құрсын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол ар кететұғын емес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен мал істемек ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса, қар жанат, сұрауын тапса, адам баласының бермейтіні жоқ деген ең барып тұрған Құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табам, қалауын табам деп, ит қорлықпен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған аттың несі мұрат? Бір күн, 100 күн атан болғанша, бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, мінбей түспей, арып, шөмеңдеп диваналықпен бір күн болған буралық неге жарайды? Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Ей, періштеден садаға кеткірлер ай. Періште алтынды не қылсын? Өзінің көрсе қызар сұмдығын қостағыл айтқаны. Атанадан мал тәтті, алтын үйден жан тәтті дейді. Атанасынан мал тәтті көрнетұғын антырғанның тәтті дерлік не жаны бар? Атанасын малға сатқан ең арсыздың ісі емес пе? Атана шамасы келсе мехнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артымда балаларыма, ұрпағыма қалсын дейді. Ол атанасын малға сатқан соң, Құдайға дұшпандық іс емес пе? Осындай білместікпенен айтылған сөздерден бек сақ болу керек. Назарларыңызға қазақтың қара домбырасы мен Абай атамыздың Май түні күйін орындап беремін.
Құрметті ауылдастар, мен карантин уақытында уақытымды босқа өткізбей, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романының 4 томын оқып шықтым. Абай жолы ұлы жол, құрметте оны дәріпте. Түсінер болсаң бұл кітап, жолыңды ашар әліппе. Назарларыңызға рахмет.